Осы жаңа конституцияның мәтінінде преамбуладан бастап білім, ғылым, инновация, сонымен қатар мәдениет біздің еліміздің ең басты мақсаты, ең басты басымдылық ретінде бірінші рет, алғаш рет жазылып отыр. Енді жасыратыны жоқ, біз көбінесе мәдениетті қалай қабылдап келдік? Мәдениетті біз концерт, әлде театр, міне осы шеңберде ғана қабылдадық. Бір рухани, бір рухты көтеретін шаралар сияқты қабылдадық. Бірақ ол дұрыс емес. Өйткені мәдениет дегеніміз ол біздің ұлттың бірегейлігі, ол ұлттық код. Мысалы, адамның ауырмауы үшін бізге не керек? Бізге мықты иммунитет керек. Солай ғой? Мықты иммунитет керек. Сол сияқты кез келген қоғамның ішінен іріп шіремеу үшін, ыдырамау үшін не керек? Рухани иммунитет керек. Міне, ал рухани иммунитет деген не? Рухани иммунитет деген ол біздің әдеп ғұрпымыз, біздің салт дәстүріміз, біздің ырым тыйымымыз, біздің ана тіліміз, біздің тарихымыз, біздің мәдени мұрамыз.